Үйіңіздегі етті үнемдеудің ең тиімді тәсілі қыздар, өздеріңізді 2 сағат қана вегетариан ретінде сезініп, осындай дәмді тамақ жасап тастайсыздар. Ол үшін үйіңізде қандай вермишель бар ма, макарон бар ма, барлық қандай түрі бар, соны табаға саласыздар. Духовкаге 15 минутқа 250 градуста қыздырып аласыздар. Ол осындай қып-қызыл әдемі болып пісем дегенше, картошка, жуа, сәбіздеріңіздің барлығын аршып, осылай турап аласыз. Осы тамақтың дәмі ет қосқан макаронға қарағанда дәмі деген ерекше бір дәмді болып шығады ғой. Менің балдарыма қатты ұнайды. Олар бір салдырмай 2 рет салдырып жейді ғой. Тіпті оларға тамақты табыс жей деп те айтпайсыз. Балаларыма қатты ұнағандықтан мен жиі жасаймын. Негізі қыздар, біздің ұлттық тағамымыз осы макарон болып кетті ғой. Сіздерде де солай ма білмеймін, менде ғана солай ма. Макаронды мен жиі жасаймын үйде. Қыздарым, балдарым маған әзілдейді. Біздің мама әйтте жуа макарон істесе, кешке жақын жіңішкесін пісіресіз ғой. Балдарым әзілдеп қояды ғой. Ал қыздар енді жуамызды, картошка, сәбізімізді қуырып болғаннан кейін бағанағы духовкаға пісіріп алған макаронымызды, вермишелімізді салып, суын құйып, 15-20 минутта жауып қоямыз. Қазанның астын басып, сол кезде осындай шашырап күріш сияқты әдемі болып піседі ғой. Ал бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.